Амансыздар ма, құрметті көрермендер? Есімім Дархан, мұғаліммін. Мұғалім болғанда да жай ғана үйірме мұғалімім. Бұл видео YouTube каналды ашсам бекен, қалай бастасам болады, не түзсем екен, мені кім көреді деп ойланып жүрген жандарға, немесе YouTube каналды ашып қойған, бір-екі видеоларын салып қойған, просмотр неге аз болып жатыр деп ойланып жүрген адамдарға, немесе YouTube'да монетизацияға жете алмай жүрген адамдарға арналады. Видеоның соңына дейін көретін болсаңыздар, сіздер ең керекті, негізгі, маңызды және пайдалы ақпараттарды аласыздар деген ойдамын. Сол себепті каналға тіркеліп, лайк басып, маған қолдау көрсетіп қойыңыздар. Мен бүгін сіздерге YouTube'дағы өзімнің алғашқы қадамдарым жайлы және осы уақытқа дейін жиған терген біліммен, зерттеулермен, тәжірибелермен бөлісетін боламын. Себебі мен ешқандай курс сатып алған жоқпын. Аса бір қымбат техникаларды сатып алып YouTube'ды бастаған жоқпын. Бар жоғы өзімнің ішкі түйсігімен, ниетіммен бірге бастап кеткенмін. Сол себепті сіздерге бүгін ең керекті пайдалы ақпараттармен бөлісемін. Видеоның соңына дейін қарауларыңызға кеңес беремін. Құрметті көрермендер, Қазақстанда мұғалімдердің жалақысы өте аз және кей кезде мұғалімдердің жасап жатқан еңбектері бағаланбай қалады. Соны біле тұра, мен мұғалімдіктен бөлек өзімнің шағын блогымды жүргізіп көрейінші деген ой келді 2023 жылдың жаз айларында. Өзімнің шағын бейне роликтерімді TikTok'қа, Instagram'ға, Facebook'қа сала бастадым. Әлбетте мен шағын бейне роликтеріме тақырып қойдым. Сол тақырыпқа сай видеолар түсірдім. Шүкір, қаралымдар жақсы жинай бастады. Жарты миллионға дейін менің видеоларым қаралым жинады. Уақыт өте келе мен түсінгенім, бұл Instagram'да, TikTok'та сенің қаралымыңа ешқандай ақша төлемейді және табыс табу өте қиынырақ болатынын түсіндім. Әрине, Instagram'да, TikTok'та табыс табуға болады, егер сенің аудиторияң өте көп болса. Ал ондай үлкен аудиторияны жинау үшін саған әжептәуір 1 жыл, 2 жыл уақыт кетеді, сөзсіз. Маған тез арада өзімнің жұмысымды көрсету арқылы табысқа шыққым келді және ол мүмкін деп ойладым, өз-өзіме сендім. Сөйтіп қыркүйек айында Instagram'дан, TikTok'тан ешқандай табыс түспейтінін білген соң, жаймен YouTube'ды зерттей бастадым. YouTube'ды зерттегенде Қазақстанда қазақ YouTube блогерлері YouTube'ды қалай дамыту керек туралы видеоларды өте аз түсіреді екен және аз-маз мағлұматтар беріледі. Россияның блогерлеріне қарап, солардың видеоларды қалай түсіру керек, қалай салу керек, қалай өңдеу керек, YouTube каналының қалай настройкаларын дұрыстау керек деген түрлі видеоларды көрдім. Алғашында ой болды, курс сатып алып көрем ба, курс қалай болады екен деп. Сөйтіп курстардың бағасын сұрасаң, ана бағадан бағасын айналады ғой, не деген баға. Мен бүгін Құдай қаласа монетизация қосылғаннан кейін сол курстағы ақпараттардың барлығын мен осы видеода айтып жатырмын сіздерге. Тегін, қарапайым ақпараттар, өздеріңізге пайдалы кеңестер түсініп алсаңыздар болады. Бірақ мен ешқандай курсты оқыған жоқпын. Ал енді YouTube'да келдім дедім ғой, YouTube'дағы тақырып таңдау. Тақырып таңдау өте қиын дүние, өйткені мен мұғалім бола тұра өзімнің жұмыстарымды түсіруге ішкі жан дүниемде бір ниетім, желаниямда болмақ. Маған бір үлкен бір бүкіл қазақстандықтар көре алатындай бір тақырып тауып, сол туралы түсіргім келді. Және алғашқы тақырыбым саяхат және шолулар болды. Ташкент қаласына, Самарқанд қаласына барып келген видеоларымды түсірдім, сөйтіп YouTube'қа салдым. Өкінішке орай қаралым жинамады, 700 мың, 1200 просмотр ғана жинап тоқталды. Бұл тақырыпта өтпейтін шығар дедім, келесі тақырыпқа секіргім келді. Тағы да тақырып іздеп жүрмін және бір қызықты бір идея пайда болды. Өз кәсібіне адал адамдар туралы түсіргім келді. Түркістан қаласында бір токар бала бар, сол токар бала туралы видео түсірдім, 8 минут салдым YouTube'қа. Алғаш уақытта жаман емес, бірде 1000-нан аса просмотр жинады. Ол жақсы қаралым жинатты ғой деп өзім мәзбін 1000 просмотрға. Ертесіне базарда арбайдайтын кісі туралы түсірдім, оны да салдым, ол да жақсы просмотр жинады, 1000-нан асты. Ол да жақсы қаралым жинатты, өз-өзіме мәзбін. Сөйтіп мен тақырыбымды ауыстырдым. Адамдардың бізге үлгі болар тарихы және адамдардың кәсіптері туралы видео түсірем деп шештім. Қолымда бір телефон бар, болды, және микрофоным бар, сол екі затты ұстап алып видеомды түсіруді бастап кеттім. Видеоларды салдым, қазан айында, қараша айында видеолар салынып жатыр, ешқандай қаралым жоқ, подписчиктер аз жиналып жатыр, бірақ мен оған мойыған жоқпын. Өзімнің бір видеомның ататынын сезіп жүрдім. Бір видео салам, сол видео мені монетизацияға жеткізеді, подписчиктерді әкеп береді деген ой болды. YouTube'ды бастағысы келіп жүрген адамдар міндетті түрде YouTube'қа кіріп, қалай бастаймыз деген видеоларды көп көрген. Instagram'да да, TikTok'та да, Facebook'та да. Сіздер YouTube туралы біраз мағлұматтарды іздедіңіз және
Осындай мағлұматтарды іздеп жатқан кезде сіздерге мынандай жарнамалар шығып қалады. YouTube'тың алгоритмін мен білемін. Сол алгоритмді сіздерге айту арқылы сіздер YouTube'тан миллиондаған айына $1000, $2000 табысқа шыға аласыз деген неше түрлі жарнамаларды көрдіңіздер. Сол жарнамаға сіздер қызықтыңыздар, курсты сатып алуға, бел байлап соны сатып алуға бардыңыздар. Енді YouTube'тың алгоритмі деген нәрсе бар. Instagram, TikTok барлығында алгоритм бар, ал YouTube'тың алгоритмына тоқталайық. YouTube'тың алгоритмі басқа әлеуметтік желілерге қарағанда өте жай жұмыс жасайды. Неліктен? Себебі сіздің видеоларыңызды көретін аудиторияны YouTube қалыптастыру үшін ұзақ уақытты алады. Себебі YouTube сіздің видеоларыңызды кімге көрсетеміз деп неше түрлі адамдар іздей бастайды. Мәселен, мен мал шаруашылығы туралы видео көремін. Базардағы малдар қалай сатылып жатыр, қандай малдар келіп жатыр деген видеоны көремін. Сөйтіп бір жас жігіт мал базар туралы бір жаңа бір канал ашады. Сол жігіттің каналын бір айдан кейін маған рекомендацияға шығарады. Жаңа канал. Өйткені мен осы уақытқа дейін мал туралы, сауда туралы видео көріп келдім ғой. Ал YouTube'тың алгоритмі соны түсінеді да, жаңадан ашылған каналдың видеосын маған рекомендацияға жібереді. Мен сосын көремін. Сол себепті YouTube'тың жалғыз ғана бір алгоритм бар. Сол алгоритм өте жай жұмыс жасайды. Бірақ уақыт өте келе сіз YouTube'ты тастап кетпесеңіз, сізді көретін көрермендерді YouTube сізге қалыптастырып береді. Және сол көрермендер сіздердің подписчигіңіз болады, міндетті түрде. Ал енді подписчиктер туралы айтайық. Мынау менің соңғы салған видеом, осыдан 3-4 күн бұрын. Қарап отырсаңыздар, 450 ғана просмотр жинап тұр. Ал менің арнамда дәл қазір 5000 подписчик бар. Енді 3 күн или 2 күн өтті мына видеоны салғаныма, бар болғанда азақ просмотр, Енді 5000 подписчик бола тұра неге видеом аз? Значит, мен видеоларымда маған тіркелген подписчиктерім көрмейді деген сөз. Кем дегенде сіздің 5000 подписчигіңіз болса, сіздің соңғы салған видеоңыздың 5000 подписчиктің 50%, яғни 2,5 адам сол видеоны көру керек, міндетті түрде. Сонда сіздің подписчиктеріңіз живой, өте активный екені білінеді. Ал көптеген подписчиктер бір видеоға болады тіркеле салады, сенің басқа видеоларын көрмей қалады. Ол қате нәрсе. Сол себепті біз өте мықты активный подписчиктерді жинау керекпіз. Ал подписчиктерді қалай жинаймыз? Подписчик жинаудың тағы бір жолы шортс видео арқылы. Шортс дегеніміз кәдімгі Инстаграмдағы, TikToктағы видеолар, YouTube бұны жақында шығарды. Шортсты бір әдемі бір қызықты бір видеоны түсіресіз, және бір тренд болып жатқан музыканы қоясыз да шортс саласыз. Алғашқы бір 10 шортс видео салсаңыз, 10 шортс видеоңыздың міндетті түрде 3-і өте жақсы қаралым жинайды. Сол қаралымның арқасында сізге 20-30 подписчик тіркеледі. Ол да подписчик жинаудың жақсы бір жолы. Көп адамдар шортсты салады, но просмотр аз ғой дейді, тоқтап қалады. Жоқ, шортс салуды тоқтатпау керек. Сала беріңіз. Ол жақтан келген подписчиктер сіздің басқа видеоларыңызды уақыт өте келе көреді деген сөз. Және подписчиктерді мен сіздерге айтайын, анаған тіркел, мынаған тіркел деп туысқандарыңызға жіберудің қажеті жоқ. Достарыңызға, себебі достарыңыз, туысқандарыңызға сіздің видеоларыңыз қызық емес. Сізге алғашқы уақытта сіздің видеоларыңызды көру арқылы тіркелген адамдарды жинау керек. Значит, сол адамдар сіздердің алдағы уақытта сіздің басқа видеоларыңызды көреді. Енді шортс подписчик жинаудың алғашқы бір тәсілі. Шортсқа видео көп салсаңыз, алғашқы 1000 подписчигіңізді тез жинайсыз. Ал 1000 подписчик монетизацияға жетудің ең бірінші шарттарының бірі. YouTube сіздің тарапыңыздан салмақты жұмысты талап етеді. Себебі сіз YouTube'қа ынты-шынтыңызбен кірісіп жұмыс жасау керексіз. Бірінші кезекте әрбір салған видеоңыздың монтажы өте әдемі, оның обложкасы да өте әдемі, және тақырыбы да өте жақсы болу керек. Адамды қызықтыратындай. Яғни бізде CTR деген нәрсе бар, YouTube-тың ішінде, творческий студияның ішіне кірсеңізде белгілі болады. CTR деген сіздің тақырыбыңызға қызығу арқылы келген басылымдар, яғни кликабельность дейді ғой. Сол кликабельностьті тұрақты түрде жоғары ұстап тұру керекпіз. Енді мен бір байқайтын жағдайлар болады кей кезде. Обложкасы онша емес, тақырыбы да онша емес, бірақ видеоның несі просмотры өте мықты. Видеоға кіресің, шынында да видео өте қызықты. Бұл жерде мынандай нәрсе бар да, обложкаңда, тақырыбыңда күшті болса, видеоңа кіріп қалсаң, видеоң қызық емес болса, ол да қаралым жинамайды. Ал YouTube-қа қаралым жинау үшін міндетті түрде қызықты видеоларды салып тұрған жөн. Ал сіздің қызықты видеоларыңыз сізге алғашқы 4000 сағатта келеді. Енді 4000 сағат дегенге тоқталайын. 4000 сағат дегеніміз не?
4000 сағат дегеніміз жалпы сіздің 10 шақты видеоңыз бар ма ютубта? 10 видеоңыздың жалпы толықтай сағаты. 4000 сағатты жинау ол видеоңыздың атқанына байланысты. Сіздің бір видеоңыз атып кетсе, бір видеомен ғана 4000 сағатты жинай аласыз. Ал видеоңыз атпай тұрақты түрде жақсы просмотрлар жинап жатса, 10 видео, 20 видеодан кейін 4000 сағатты толтырасыз. Ал YouTube'тың талабы бойынша 4000 сағатпен 1000 подписчикті жинағаннан кейін сіз автоматты түрде монетизацияға қосыла аласыз. Монетизацияға қосылғаннан кейін YouTube сіздің каналыңызды тексереді. Тексерістен жақсы өтіп жатсаңыз, сізге монетизацияны қосады. Монетизация дегеніміз не? Монетизация деген нәрсе сіздің видеоларыңыздың алдында жарнамалар шығады ғой. Сол жарнамаларды көрермендер көп көрген сайын сіздің табысыңыз арта бастайды. Сол себепті YouTube'тан видеолардан табыс табу деген шынайы нәрсе. Оны көріп отқан адамдар сіздер де жақсы білесіздер. Мен монетизацияға 7 күнде қосылдым және менің монетизацияға қосылуыма көмектескен бір видео бар. Ол видеоның сілтемесін осы видеоның астына салып қоям. Сол видео менде өте мықты қаралым жинап кетті және оның қаралымы әлі күнге дейін жалғасып жатыр. Және сол видео 4000 сағатта толтырып берді, 1000 подписчигімді жинадым. Маған творческий студияға YouTube'тан хабарлама келді, сіз барлық талапты орындадыңыз, біз сізді тексереміз, яғни тексеріс үстіндесіз деді. Бір аптаның ішінде менің YouTube каналымды тексерді, бір аптадан кейін маған тағы хабарлама келді. Сол хабарламада былай деді: біз сіздің каналыңызды тексеріп шықтық, енді алдағы уақытта тағы бір ай тексереміз. Сіздің видеоларыңыздың сапасы еш жерден ұрланып жатқан жоқ па, авторлық құқықты бұзып жатқан жоқ па, жаман дүниелерді видеоларыңызға көрсетіп жатқан жоқсыз ба, сол туралы тексеретінін айтты. Және енді жарайды деп оғанда көндім, азанда келді ол хабарлама. Кешке үйге келсем, маған тағы да уведомление келіп тұр: поздравляем, сіз біздің YouTube арнамыздың партнері болдыңыз деді. Яғни YouTube арнада партнер болғандықтан маған уже видеоларымның қаралымы үшін ақша төленетін сәт келді. Енді мен 13 желтоқсан күні монетизацияға қосылдым. Қазіргі сәтте 500, 300, 200 просмотр жинаған видеоларынан бір $0,102 ақша түсіп тұр. Оның барлығы $100 толғаннан кейін менің шотыма аударылатын болады. $100 толмай, ешқандай ақша сіздің шотыңызға аударылмайды. Егер $100 жетпей қалған болса, ақшаңыз келесі айға тоже сақталып жинала береді. Келесі айда $200 немесе $150 қылып алуыңызға болады. Видеоларымды қандай техникамен түсірем, қалай монтаж жасаймын, қалай қолданамын деген сұраққа жауап берейін. Мен барлық видеомды бір телефонмен түсірем, және бір микрофоным бар, бір телефоным бар, сол телефонда монтажды жасаймын. Сонда маған ноутбук та керек емес, қымбат бір бағалы камера да керек емес, барлығына осы бір телефонның арқасында видеоларды салу арқылы мен YouTube'тағы монетизацияға жеттім. Бірінші кезекте бұл өзімнің ішкі желаниема байланысты болды. Құрметті көрермендер, сіздерде тау қопаратындай іштеріңізде желанияларыңыз болса, YouTube сіздің еңбектеріңізді бағалайды. Видео түсіруден шаршамаңыздар, тоқтамаңыздар. Мистер Бист айтады ғой, сіз 100 видео түсіріңіз, 100 видеоңыздың ішінде бір видеоңыз атады, немесе 100 видеодан кейін сіз подписчик жинай бастайсыз деді. Мен сол сенімге қатты сеніп қалған, мен тоқтамай видео түсіре берем, менің бір видеом атады дегенге қатты сендім да. Сенімнің арқасында сол бір видеом шынымен де атып кетті. Сол видео мені монетизацияға жеткізді десек те болады. Құрметті YouTube'ты бастауға қызығып жүрген жандар, немесе YouTube'ты бастап қойып просмотрларын аз жинап жүрген адамдар, мен сіздерге айтарым: ешқашан берілмеңіздер, видеоны түсіруді тоқтатпаңыздар. Ең басты нәрсе өздеріңізге сеніңіздер және өздеріңіздің күштеріңізге сеніңіздер. Барлығы еңбектің арқасында келеді. Ал YouTube сіздің еңбегіңізді бағалайды. Егер шынайы, адал, бәрін тұрақты түрде жасап тұрсаңыз. Видео соңында айтарым: YouTube'та монетизацияға қосылуға және көптеген подписчиктерді жинауға ешқандай курсы сатып алмай-ақ жетуге болады. Сол себепті мен сіздерге айтар кеңесім: видео түсіруді тоқтатпаңыздар және әрі қарай жұмыстарыңызды жасау арқылы сіздер монетизацияға жететін боласыздар. Енді әрбір адам ютубер болып кетпейді ғой, бірақ мен осы видеомды YouTube'ты бастағысы келетін адамдарға арнап түсірдім.
Менің де бір айтарым бар болғандықтан ғана түсіріп отырмын бұл видеоны. Себебі бір аудиториясы өте көп, бір мықты бір ютубер адам емес. Мен де сіздер сияқтымын. Бірақ бұл видеода мен өзімнің алғашқы бір тәжірибеммен, біліммен бөлістім десем де болады. Видео пайдалы болса, қызықты болса, менің арнама тіркеліп, лайк басып, алдағы болатын қызықты видеоларды көруге шақырамын. Видео астындағы колокольчикке басып қойыңыз, каналыма тіркеліп қойыңыз, лайк басып қойыңыз. Алда қызықты видеоларды күтеді. Менімен бірге дамиын, өсем деген болсаңыздар, келіңіздер, каналыма тіркеліп қойыңыздар. Аман болыңыздар, барлықтарыңызға рахмет.